айтып қалдырған. Алшы, тәйкі, шекпенді жабдықтары аталған. Асық. Жарайсыңа балалар, жауабы асық екен. Олай болса сендерге мен осы асық жайлы кішкене мағлұмат айтып өтейін. Біздің ата-бабамыз осы табиғи затпен негізделген. Ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқандықтан осы асықтарды қойдың жілігінен жинаған екен. Осы асықты жарақсылап, тазалап, кептіріп, аталары немерелеріне сақтап қойған екен, яғни жинаған екен балалар. Бұрынғы заманда біздің ерлеріміз, батырларымыз да осы асық ойнада шыңдалып, көзге түскен екен. Балалар, білесіңдер ме? Осы асық ойындары атадан балаға мұра болып келе жатыр. Енді балалар, асық иілі түсуіне орай өз атаулары бар. Алшы, тәйкі, шіп және люк. Енді осы атауларға қарап, балалар иіріп ойнай береді екен. Осы асықтардың әртүрлі ойын түрлері бар екен. Бұлардың атаулары да бар. Оның ішінде осы қанталапай ойыны керемет дамыған екен. Осы қанталапай ойынның бір ерекшелігі қыз балалар ойнай алады. Осы қанталапай ойынның сендерге бір-екі ережесін атап өтейін. Жарайды ма балалар? Осы мен мына дорбаның ішінде біраз асықтар бар. Мен осы асықты қазір бір-бірінің алдарындағыны тартып алмай, тек қана ортадағы асықты жинап аламыз. Жарай ма? Түсіндік қой, балалар, я? Олай болса балалар, мен сендердің алдарына қазір асықты тастаймын. Одан кейін бұның ішінде хан деген бір асық болады. Ол асықтың бәрін көздеп атуға негізделген екен. Мен сендерге қазір хан асығын түсіндіріп көрсетемін. Бұл ішіндегі ең үлкен асық балалар. Бұны әдейіге қып-қызыл етіп бояп, хан деген атау берілген екен балалар. Түсіндік па? Енді осы мен қазір осы хан деген асықты сендерге көрсеттім. Мен ортаға түсіремін. Осы хан асығы кімге бірінші түссе, оны сол бастайды. Ал егер кім көп асық жинаса, екінші оны жалғастыра береміз. Жазайсың. Балалар, кәне, мен сендерге алдарына тастап жараймын. Асықпай, таласпай аламыз. Аталарым ләйләй, бұл асықты ойнаған, ақындарым ләйләй. Қолына ал асықты, қандай шеті түсікті, алшы тәйкі шекпен бүк, асығыңды жерге шық. Шек, тәйкі, алшы. Қолыңа ал асықты, қандай шеті түсікті, алшы тәйкі шекпен бүк, асығыңды жерге тік. Шек, тәйкі, алшы. Шек, тәйкі, алшы. Ой, молодец. Мүмкіндігі бар. Жарайсың. Сен жинаған осы дәлдеп көздеп атқан асықтарыңды алдына жинай бересің. Және болғаннан кейін екінші балаға ауысқаннан кейін сен асықтарыңды өзіңмен бірге алып кетесің. Түсіндің, иә? Олай болса лақтыр. Шеке алып қолыма, асық ойнап ләйләй, мұнша бала таңғалып, тұрсақ ойнап ләйләй. Кешке дейін асықты ойнап едік ләйләй, қызығына ойынның тоймап едік ләйләй. Қолына ал асықты, қандай шеті түсікті, алшы. Балалар, байқадыңдар ма? Ең көп ұтқан, ең көп асық жинаған кім болды? Ахмет болды.
ya Ahmet'te çocuklarımız öyle çok jinaat asmışlar. Bugün olca alır buldu Ahmet. Hani sana başın? Sana ya. Hani? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atarlarım leyley, bulasıqdı oynagan, akındarım leyley. Қолына аласықты, қандай шеті түсіпті, алшыды кешіп пен бүк, асығымды жер кешіп. Бүк, шік, тәйкі, алшы. Dıp, şek,